қарапайым азамат соттасамайды банкімен. Шын мәнінде президент оны кімге тапсырған? Ұлттық банкпен АФР Мадина Абылқасым тапсырған ғой, анау азаматтардың құқығын қорға. Мынау обал болды. Қарыз қоғам болса. Бұлар енді қатаң, біз өткенде ұсыныс береміз. Биометрия өтпесе, ақшасын тексермесе, қарызын, мынау болмаса банк өз списать ету керек. Екеуіне ғана келісті. 24 сағат биометрия. Біз айттық, сотсыз списание жасау керек. Сотқа бармау керек адам. Кейбірді қалай сотқа барамын, адвокат төлеу керек. Сотсыз болу керек. Сол себептен біз қазір тағы мен түсіндіріп берейін деп отырмын. Мынау арыз жазудың үлгісі. Мынау статьяны бұзған деп түсіндірмесек, көп алданған адам оларды АФР көмектесудің орнына мынандай бір сөз шығарыпты өзі ыңғайлы. Социальная инженерия деп. Социальная инженерия деген сен алдандың деген теория шығарған ғой. Көп адамдар соның несінде жүр. Мен алданып қалдым, мен кінәлімін. Бір-біріне туысқандар дейді, анау алданып қапты. Анау өзі ақымақ екен. Мынау деген сол көбісі айтуға ұялады. Қаржылық сауаты жоқ. Бірде-бір қаржы сауаты төмен екен. Адамдар үй алып, ешкімге айтуға қорқады. Мен айтам, мұлай қорсаңдар, қайтарамайсыңдар. Тек қана айту керек, Мадина Абылқасым кінәлі, Тимур Сүлеймен кінәлі, неге антифрод жұмыс істемейді?